Балалар, бүгінгі сабақта біз мәдени өсімдіктер мен жабайы өсімдіктерді өттік, иә? Қане, айналамызға қарайықшы. Өсімдіктер бар ма айналамызда? Мынау қандай өсімдік? Айтамыз? Алма жемісі. Бұл қандай өсімдіктің түріне жатады? Мәдени өсімдік, дұрыс айтасыңдар. Алмадан компот жасайды. Дұрыс айтасың. Келесі, мына жақтан қандай өсімдік көріп тұр? Алмұрт, иә? Алмұрт мәдени ма, әлде жабайы өсімдік пе? Мәдени өсімдік, дұрыс айтасыңдар. Ал енді, қане, мына жаққа қарайықшы. Мына қандай өсімдік, білеміз ба? Қандай? Бұл итмұрын, иә? Итмұрын жабайы ма, әлде мәдени ме? Жабайы өсімдік. Итмұрынды ешкім өсірмейді, иә? Ол өзі өсіп шығады. Бұл дәрілік өсімдік. Итмұрыннан әртүрлі дәрі-дәрмектер жасайды, иә?